Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadis şerifinde kan Allah ve la mekan. Allah Teala buldu, mekan jay bulmadı. Ve huve ala mekan qabla halkil mekan. Allah Teala mekan jaratılmay қалай buldu, dәл солай, қазір де солай. Ләм ятағайыр амма кан. Қалай болды, солай еш өзгермеді. Міне Алла Тағала өзгермейді. Бүгінгі тақырып дінімізде, шариғатта өзгеретін үкімдер және өзгермейтін үкімдер. Енді осы тақырып маңыздылығына тоқталсақ, осыны білмеген мұсылман адам көбінесе асыра сілтейді, діннен шектен шығады. Сол үшін бұл шариғатты жақсы білу керекпіз біз. Таза, шынайы мұсылман болу үшін. Бірінші мысал дәлел ол мынау зекетке байланысты Құран кәрімде Алла Тағала айтқан кезде мынау қанша адамдарға беріледі, солардың ішінде кімге беріледі? Солардың ішінде муаллафату қулубухум деген түрлі адамдар бар. Олар кімдер? Жаңағы аудармасы енді жүректерді тарту үшін, сүйіспеншілікті орнату үшін жүректеріне нақты кімдер болғандар? Сол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманында ол Құрайштар, бай Құрайш адамдар. Ислам дінін қабылдамаған бай Құрайш адамдар. Соларға зекет берілген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларға кәдімгідей жыл сайын зекет берген. Құрандағы айтылған үкім. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху кезінде қайтадан әдеттегідей келеді, жаңа Құрайштар, бай Құрайштар зекет алуға. Сол кезде Абу Бакр Сиддиқ енді Алланың елшісі беріп жүрген бұларға, енді жарайды деп барындар, орынбасарым Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху сендерге сол зекетті береді деп Омарға жібереді екен. Бұлар Омарға келген кезде Омар радиаллаху анху бұларға қарап, оларға айтады, жоқ, сендерге зекет жоқ, болды, бітті, енді алмайсыңдар. Сондай әрине бұлар ашуланып Абу Бакрға өзіне барады, қайтадан сол кезде айтады, осылай, кім бастық? Ірткі салады сол кезде. Кім бастық? Сіз ба әлде Омар деген? Сол кезде Абу Бакр Сиддиқ екі шейх, екі үлкен ғалым исламда, бірінші, екінші ғалым деп Абу Бакр мен Омар бірден олардың жаман, арам мақсаттарын түсінеді. Өйткені сөзі сыртты дұрыс айтылып жатқан. Басшыға бағыну керек. Міне, сіз басшысыз, сіздің тапсырмаңызды Омар орындамады. Зекет бізге бермеді, сіздің тапсырмаңызды орындамады. Сонда Абу Бакр Сиддиқ түсінді. Бұлардың сөзі сыртты дұрыс болғанымен мақсаттары арам. Ірткі салу үшін, мені шақыстыру үшін, Омардың араларыңызда отты салу үшін. Ол айтады, сонда Абу Бакр жауап берді, егер Омар солай десе, солай дұрыс екен деп, солай Омарды айтқан қоштап қолдайды екен. Сода неге Омар радиаллаху анху Құран кәрімде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жыл сайын беріп жүрген нәрсені тоқтатып бермей кетеді? Өткенде сол кезде мақсат болды беруден. Өткені ол кісілерден, адамдардан зиян тию мүмкін. Бай адам қолы ұзын деп айтады ғой. Ол бір нәрсе исламға кедергі жасап, бір мұсылмандарға зиян тигізуі мүмкін өз мал дәулеттерімен. Сол үшін бұларды осылай бір ауыздарын жапқандай, бұларға сондай бір саясаттың бір түрі. Соларға жаңа Құран кәрімде беріледі деп. Омар радиаллаху анху сол нәрсені тоқтатады, айтады, болды, біз қазір әлсіз емеспіз, сендерден сескенбейміз, сендерден зиян тиеді деп қорықпаймыз, сонысы сендерге зекет берудің қажеті жоқ. Себеп қалмады сендерге зекет беруден, осылай айтады екен. Екінші мысал, осы тақырыпқа Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезінде мынандай оқиға болады. Ол оқиғада сахабалар келеді, бір сахаба келеді, Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям далада бір жерде түйе жүр, иесіз түйе жүр, белгісіз иесі кім деп жүр. Не істейміз Алланың елшісі? Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дауха, оған тиіспеңдер, жүре берсін, иесі өзі келіп оны алып кетеді. Яғни оған ешкім тиіспейді, ол жүре береді, иесі өзі келеді, алып кетеді оны.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманнан кейін, қайтыс болғаннан кейін, осы тура сол оқиға, дәл сол оқиға қайтадан қайталанады. Хазірет Омар радиаллаху анху кезінде. Хазірет Омарға келеді, мұсылмандар, сахабалар сұрайды осы сұрақпен. Далада бір түйе жүр, не істейміз, әміршіміз? Не деп ойлайсыз, не істеу керек сол түйемен? Біреу белгісіз кімдікі деп. Омар радиаллаху анху, ол түйені біз аманат ретінде қазір аламыз, бағамыз оны, жемін бәрін береміз. Иесі келген кезде, іздеп келгенде иесіне тапсырамыз. Міне сен үшін бұл аманатты біз сақтадық, сол осындай міне ал деп, малын, түйенді алып кет деп айтамыз. Міне мына жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қалай істеді? Омар басқаша істеді, өзгерді үкім бұл жерде. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тиіспен деді, Омар оған ұстап, оны бағып, сосын иесіне береміз деді. Осы оқиға екінші тағы да өзгереді. Ол Осман радиаллаху анху кезінде тағы да сол оқиға айтылған кезде, Османнан сұраған кезде, далада бір түйе жүр, сол не істейміз дегенде, Осман радиаллаху анху айтады, ойланады, сол бірден үкім шығармай ойланады, Алланың елшісі былай істеді, Омар былай істеді екен. Енді себеп пайғамбар саллаллаху алейхи кезінде неге солай болды? Өйткені жаман адамдар жоқ, ол ешкім, ол малға, біреудің малына ешкім теспейді, ұрламайды. Ал Омар кезінде енді солай істеді, енді сол заман өзгерді, сол үшін солай ұрылар алып кетпесін деп, иесіне қайтсын деп, мал деп солай сол үшін істеген. Бірақ ол жерде бір мәселе пайда болды. Ол мәселе иесі қашан келеді? Иесі бір айдан келе ме, бір жылдан келе ме, ұзақ сапарға кеткен шығар, бұрынғы сапар ұзақ болған. Сонда қанша үкіметтің мал ақшасы соған жұмсалады, сол малды бағу үшін. Ол ысырап болуы мүмкін. Оны басқа нәрсеге де жұмсауға болады. Басқа да пайдалы нәрсеге, Алла разы болатын істерге жұмсауға болады сол ақшаны. Сонда Осман радиаллаху анху оны басқаша тағы да өзгертеді, айтады, бұны біз барамыз, базарға апарамыз, сатамыз түйені. Сосын иесі келген кезде, белгісіз қашан келеді, әйтеуір келген кезде біз иесіне ақша береміз, ақшалай береміз. Міне сен түйені ақшаны міне басқа түйе өзіне сатып алсам болады деп ақшасын береміз екен. Міне өзгеретін, өзгермейтін нәрселер бір. Енді өзгеретін нәрсе шариғатта, өзгермейтін нәрселерді, жаңа өзгеретін нәрселерді екі мысал айтылды. Өзгермейтін нәрсе ішіне енді мысал ретінде 5 уақыт намаз. 5 уақыт намаз үкімі, мысалы, ешқашан 6 намаз болып кетпейді, ешқашан 4 намаз болмайды. Ол 5 уақыт намаз осылай қияметке дейін өзгермей тұрады, мысалы, үкім. Осылай осы нәрсе шариғатты білген бізді қатеден исламды дұрыс ұстауға, орта мен әділ ұстауға